Пайғамбар алейхиссалам миғражға көтерілген кезде тозақ көрсетілді. Жәннатқа кірді пайғамбар. Бірақ тозаққа кірген жоқ, көрсетілді тозақ. Қандай болатын? Сол жерде пайғамбар алейхиссалам қауымдарды көрді, адамдарды. Бір адамды көрді, алдында екі ет бар дейді, екі табақта. Бір табақта ет бар, өте көрікті, әдемі, адамның жегісі келетін тағам бар дейді. Екінші бір табақта етті көрді, өте құсқынсыз, өте жек көрінішті, адам жақындай алмайтын, Құдай сақтасын. Сол етті жаңа жігіт маған қарамастан мынаны жеп отыр дейді. Пайғамбар алейхиссалам сұрады: "Я Жабраил, кім мынау? Неге алдындағы таза етті жеместен адам құсқынсыз болған етті жеп отыр мынау?" дейді. Сол кезде Жабраил айтады: "Досым" дейді. "Бұл жақсы еті бұның әйелі мынау өмірдегі. Өзінің ақ некедегі әйелі мынау. Бұл оған қарамастан" дейді. "Зінақор қызға барған үшін осыны Алла жегізеді оған" дейді. Құдай сақтасын.